Hello everyone, welcome to my English lesson. Бүгінгі сабақтың тақырыбы артикльдер. Артикльдер ағылшын тілінде articles. Бұл артикльдер жалпы тек қана ағылшын тілінде кездеседі. Және тек зат есімдердің алдына ғана қоямыз. Артикль дегеніміз не? Артикль зат есімнің алдына қойылатын көмекші сөздер. Олар затқа қосымша сипаттама береді. Артикль. Жалпы бізде артикльдің белгісіз, белгілі деген екі түрі бар. Белгісіз. Бұл бізде indefinite and белгілі definite. Мысал қарастырсақ, белгісіз артиклі бұл мысалы a book. Мысалы кез келген кітап. A book. Ал definite белгілі артикль бұл the book. Яғни нақты бір кітап туралы айтады. Мысалы белгісіз бұл кез келген затты айтсақ, ал белгілі нақты біреуін айтады. Сонымен бізде белгілі артиклі бұл бізде the, ал белгісіздік артиклі бұл бізде және n. Сонымен the артиклі, міне мұнда көргендей, the бұл бізде белгілі артикль definite. The артиклі бізде this, that, анау, бұл, мынау деген сөздерден шыққан. Яғни бізге таныс, нақты бір нәрсені айтқан кезде біз осы артиклді қолданамыз. Ал келесі an. An бұл one, any сөздерден шыққан, яғни бізге нақты емес, кез келген бір зат туралы айтқанда қолданамыз. Сонымен бізге егер де сөз дауыссыз әріптен басталса, онда біз n қолданамыз, осыны қолданамыз. Ал егер керісінше сөз дауысты әріптен басталса, біз n-ді қолданамыз. Мен қазір мына жерге мысалдар айтып, мысалдар жаза кетейін. Мысалы, біз айттық, егер сөз дауысты әріптен басталса, онда қолданылады дедік. Мысалы, дауыссыз әріптер ол бізде C, B, T, D болуы мүмкін. Мысалы, a cat, мысық. C әрпі бұл бізде дауыссыз бұнау, сондықтан алдына n қоямыз. Ал керісінше n бұл бізде дауысты әріптен басталса сөз, онда n-ді алдына қоямыз. Мысалы, қарапайым сөз алайық. Мысалы, orange. Ол бізде дауысты әріптен басталып тұр, o, сондықтан an orange. Апельсин. O-дан басталып тұр. Окей, for example, міне ге мысалдар бізде a cat, a car, a book. Бұлардың барлығы бізде, яғни дауыссыз әріптен басталып тұр, сондықтан осы артиклін қолданамыз. Келесі, мұнда біз көріп тұрмыз, сөздер бізде қандай әріптен басталып тұр? Дауысты әріптен басталып тұр. Мысалы, an orange, an umbrella. Түсінікті, Сонымен, мынандай жағдай болады. Осы екі артиклді біз қалай және қандай жағдайда қолданамыз? Оларды қалай ажыратамыз деген сұрақтар бізде туындауы мүмкін. Қанекей, мені жақсылап тыңдап алайық. Мысалы, мен түскі асқа апельсин жедім. I had an orange for lunch. Мен түскі асқа апельсин жедім. Яғни, бұл кез келген, мына суретте көрсетілгендей, кез келген бір апельсин болуы мүмкін. Нақты емес. Яғни аты айтып тұрғандай белгісіздік артикль тұр, мұнда. Мұнда міне бізде белгісіздік артикль n тұр. Бұл белгісіз болғандықтан қандай апельсин екені. Аты айтып тұрғандай біз белгісіздік артиклін қолданамыз. Ал the orange was delicious. Апельсин тәтті болды, немесе дәмді болды. The orange was delicious. Апельсин дәмді, тәтті болды. Мұнда енді біз көргендей orange сөзінің алдына, апельсиннің алдына біз the-ні қолдандық,
Неге? Себебі мен және ғана түскі асқа жеген апельсин дәл осы, нақты осы апельсинді жедім. Белгілі болып тұр, иә? Өйткені бұл дәмін айтып тұрмын. Сол себепті біз the артиклін қолданамыз. Ал енді ары қарай жақсылап білу үшін сөздерді ары қарай қайталайық. For example, my parents bought a car. Менің ата-анам көлік сатып алды. The car is red дейді. Сонымен, my parents bought a car. Менің ата-анам көлік сатып алды. Мұнда біз n қосылдық. Неге? Себебі менің ата-анам көлік сатып алды, бірақ ол маған нақты емес. Нақты қандай көлік сатып алғанын мен білмеймін. Сондықтан белгісіз артиклін қолданамыз. Ал мұнда еге алып келгеннен кейін біз қарадық. Дәл осы көлікті алыпты, және көліктің түсі қызыл. The car is red. Бұл енді бізде қандай көлік екені нақты айтылып тұр, сондықтан the-ні қолданамыз. Okay, next. I read a book. Мен кітап оқыдым. I read a book. Мұнда нақты қандай кітап оқылғаны айтылмаған, өйткені қаншама кітап тұр. Сондықтан біз мына жерде белгісіз артиклін қолданамыз, ал мына жерде белгілі артиклді қолданамыз. Себебі біз ол Гарри Поттер кітабын оқыды, нақты осы кітапты. The book was interesting. The book was interesting. Кітап қызықты болды. Нақты осы кітап қызықты болды. Сондықтан бұл белгілі, біз the артиклін қолданамыз. Мысалы айта кетейін, бұл ерекшелік, яғни аспандағы бір зат, немесе дүниеде қайталанбайтын бір зат болса, біз the артиклін қолданамыз. Мысалы the moon, the sun. Ай мен күн бізде аспанда жалғыз ғана, олардың көшірмесі де жоқ, олар қайталанбайды. Сол себепті біз the артиклін қолданамыз. Okay, our lesson is over. Goodbye.